Қыздар, мына жердегі көрсетілген сарафанның лекаласын полностью құрастырып қойдық. Мына жерде қараңыздар. Мұнда бізде етек бөлігі тұр, және артқы бөлігі, мұнда алдыңғы бөліктің ортасы түйме қадайтын орын, және мына жерде алдыңғы бөліктің бүйір бөлігі, мынау бізде белдік болады. Сосын алдыңғы жағына планканы осы аралықпен алуға болады, немесе қазір тігілу барысында толық түсіндіретін боламын. Және қалтасы, қалтадан 4 дана болады. Каждыйына сіздерге осылай ішінде аттарымен дублерин жасау керек болса дублеринданады деген сияқты жазып беретін боламыз. Енді қазір каждыйның шетін мынау сыртындағы сызықпен айналдыра қырқып шығамыз. Дәл осы лекаланың құрастырылу видеосы төменде сіздерге берілді. Біз мынандай леон матасын таңдап тұрмыз. Қазір 44 размерге 3 метр мата алдым. Жоғарғы жағына немножко астар жасайтын боламыз. Оны ақ матамен ішіне астар жасағалы тұрмын. И еще мынандай түйме алдық, 14 дана. Қазір осымен түймелер мынаған сәйкес келеді. Матаның өзіне осылай түсіріп, сәйкестендіріп алған болатын боламыз. Ал енді қырқу жұмыстарына, тігу жұмыстарына кірісейік. Қыздар, міне қараңыздар, біз қазір трапеция етекті пішкеле жатырмыз. Бізде мынау лекаланы шығарып алған кезде сіздерде осындай үлкен етек болады, объемный. Осы етекте артқы бойды пішкен кезде мына жерді қайырамыз. Осы жерді қайырамыз. И мынаны былай екіге бүктейміз. Екіге бүктеп, ортасын тұтас етіп, мына жерге қойып, мына жерге ортасын тұтас, кесіп тастамаймыз. Тек мына шетін айналдыра, осылай бір ғана дана кесіп аламыз. Алдыңғы бөлігіне арғы жақ бетінен бөлек 2 дана кесіп алатын боламыз. Оны қазір тағы көрсетемін. Міне қыздар, артқы бойды пішіп қойдық. Мына жерде іші қайырылып тұр. Мына жағы осылай, ортасы тұтас. Тура осымен айналдыра кесіп алдым. Мына 1 сантиметрді мына бүктеген кезде, мына бүктегеннен кейін 1 сантиметр тігіске орнын қалдырдым. Екеуінде де. Енді алдыңғы бөлікті пішеміз. Мына жерде екінші етекті пішкелі жатырмын. Бағана мына бұрышынан артын пішсек, енді алдыңғы жағын мына жақтан пішкелі жатырмыз. Алдын пішкен кезде тура жаңағы бүктелген орынды аламыз, сол орынды қоямыз. И мына жақтағы іштегі қайырып тастаған бөлікті аламыз. Бұл уже алдыңғы бөліктің планкасына тігілетін орын. Енді осынымен мына жерді айналдыра, полностью осылай айналдыра қырқып алатын боламыз. Мынаның ортасын енді ашып қырқамыз. Потому что бұл алдыңғы бөлікте біреу бір жағы, біреу екінші жағы болып түседі. Міне алдыңғы бөлігін кесіп қойдық. Мына жағы осылай артық тұрған күйі кесілді. Мына жақ беті ортасы кесілді. Енді мынау кромка жақ бетіне тиіспейміз. Ол лекаланың шеті болып қалады алдыңғы бөлікке. Ал мына екінші жақ беті қатты қиғаш болып тұрған жағы, осы жаққа қалтаның орнын белгілейміз. Мына жерде тура жоғарғы жақтан қалай түсті, осыны дәл осы тұрған күйінде айналдыра кесіп аламыз. Мына жерде біз қалтаның орнын мына сызықтан емес, чуть бері қарай 1 сантиметр тігіске қалдырып сыздым. Қалай сыздым? Мына жердегі екінші қалтаның үлгісі бар. Сол қалтаның үлгісін мына аралыққа қойдым да, тура осымен бірдей былай айналдыра сызып кеттім. Қазір қалтаны тіккен кезде мына жерде ешқандай қиындықсыз 1 сантиметр тігісімен бірге аккуратно болып шығады екі жақ беті де. Мына жерде етектің жанынан қалған мата, біреуі артқы бөліктен, біреуі алдыңғы бөліктен қалған мата. Соған мына жағына қалтадан 2 дана пішіп алып жатырмын. Тағы осындай 2 дана пішетін боламын. Мына жерде алдыңғы бөліктен қазір екеуі пішіледі. Осындай тағы екеуі пішем подборд ретінде. Мынадан екеуі осы матадан, екеуі астарлық матадан дәл осылай пішіледі. Мына жерде мынандай долевой нит беріледі сіздерге. Сол долевой нит мына жанындағы кромкаға параллельно жатуы қажет. Мынаған да сондай сызылады сіздерде. Сол мына жанында сызыққа параллельно жатуы қажет. Қазір мына жерде артқы бөлігін пішетін боламыз. Артқы бөлігін тура осы қалай тұр айналдыра пішеміз, ортасы тұтас болады. Қыздар, міне қараңыздар, мына жерде бізде полностью сарафанның қажетті материалдарын пішіп қойдық. Етек бөліктен артқы бөлігі тура мұндағы сызыққа дейін 1 дана, ортасы тұтас. Ал астында 2 дана бөлек болып тұр, ол алдыңғы бөлікке тігілетін бөлшегі. Мына жоғарғы жағында қалтаның орнын тоже жасап қойдық. Мынау осының алдына тігілетін планка болады. Астында астарлық есебінде. Бұл дублеринданады. Сосын мынау алдыңғы бөлік 4 дана, осы 4 дананың екеуі дублеринданады. Сосын мынау жанындағы алдыңғы бөліктің бір бөлігі екеуі осы матадан, екеуі астарлық матадан пішілді. Артқы бөліктің 1 дана ортасы тұтас, негізгі матадан, біреуі астарлық матадан пішілді. Сосын беліне мына жерге тағылатын белдікше, бұл лекаласы сызылмай кеткен екен, сіздерге беріледі дәл осының лекаласы. Осыдан 2 дана ортасын тұтас етіп пішесіздер. Сосын 4 дана қалта пішілді. Енді тігу жұмыстарына кірісеміз. Мына жерде бізде енді алдыңғы бөліктерді құрайтын боламыз. Алдыңғы бөліктің ортасы, бүйір бөлігі. Соны алып келеміз да, мына шетінен бастап тігіп, тура осыдан былай қарай алып кетіп тігеміз. Екінші жақ бетінде дәл солай осылай қайырып, мына жерді былай тігіп аламыз. Енді астар бөлігін тігейік. Астар бөлігінде де алдында негізгі мата, жанына астар. Екеуін осылай бір-біріне қойып, мына жерден былай қарай бастырып тігеміз. Екіншісінде дәл солай тігеміз. Қыздар, мына жерде біз именно
артқы бойдағы выточканы осылай кесеміз. Матада кесіп тастамаймыз. Былай ортасына қоямыз да, осы жерге сызығын түсіріп аламыз. Мына жақ бетіне де дәл ортасына қоямыз да, сызығын түсіріп алып, мына аралықты выточканы тігіп аламыз. Одан кейін мынаны дәл солай астарды да осылай тігіп алатын боламыз выточкаларын. Мына жерде бізде юбканың алдыңғы бөлігі тұр. Мынау бір жақ бөлігі, мынау екінші жақ бөлігі. Осыған қалтаны тіккелі жатырмын. Қалтада мен пішкен кезде төртеуін де осылай бірдей қылып пішіп қойыппын. Сіздерге мынандай 2 дана пішесіздер, 2 дана мына ортасын тұтас қылып пішесіздер. И оның да лекалада көрсететін боламын. Так. Екі лекалам қайда? Мына. Подожди. Міне 2 лекала ортасы мынандай тұтас, екеуі мынандай болады. Қазір енді осыны былай айналдыра 1 см ара қашықтықтан тігіп аламыз, және мынаны да айналдыра 1 см ара қашықтықтан тігіп аламыз. Мынау біз нелерін, рельефный шовтарын тігіп алдық, астарды да тігіп алдық. Үтіктеп алғаннан кейін иықтарын қосамыз. Артқы бөлікте біз выточкасын тігіп алдық. Мына оң бетіне оң бетін беттестіріп, иықтарын 1 см ара қашықтықта тігеміз. Мына жақта да дәл солай, мынау негізгі матада да дәл осылай тігіп шығамыз. Қыздар, қараңыздар, иық тігісін тігіп алдық. Пока ешқандай оверлок жоқ. Енді осыған астарда да біз дәл осындай қылып иық тігісін тігіп қойған болатынбыз. Енді осы екеуін қоямыз да, алдыңғы тігістерін және қолтық ойынысын тігеміз. Бізде қазір дублерин жоқ. Из-за этого мынау алдыңғы бөліктерде дублерин жасаған жоқпыз. Сіздерде дублерин болса, міндетті түрде дублерин жабыстыру керек. Мен просто бұл киімді кимеймін. Көп былайша рекламаға ғана киетін шығармын, наверное. Сондықтан сіздер енді тұрақты киетін болғаннан кейін дублерин жабыстыруларыңыз қажет. Енді қолтық ойынысын тура осы күйінше айналдырамын. 1 см ара қашықтықта, мынаны дәл осылай 1 см ара қашықтықта, және мына жерден бастап былай қарай айналдыра 1 см ара қашықтықта тігіп аламыз. Мына жерде біз уже қалтаны тігіп алдық, былай қарай, сосын мен астына қарай полный қайырып, былай, мына полностью осылай қайырып, үтіктеп қойдым. Қазір осыны былай тігуге болады, бірақ біз былай тігейін деп жатырмыз. 0,1 мына жерден былай полностью мына шеткейден 0,1 тігіп аламыз. Сосын барып астына қарай қайыратын боламыз. Екінші жақ бетінде дәл осылай тігеміз. Мынаны полностью былай айналдыра тіктік. Мына жақты тігіп қойдық, и мына жақты. Енді осы ойындылардың барлығын мынау алды түгелімен осылай қырқып шығамыз. Тігіске 0,1-0,2 мм жеткізбей бұрыштарын осылайдан қырқып шығамыз. Бұл қазір арғы бетіне аударып үтіктеген кезде өте аккуратный жақтау үшін қажет. Міне мына жақты, мына жақ бетін, мына жақтың барлығын осылайдан қырқып қойдық. Енді оң бетіне аударайық. Артқы жағынан тұрып, дәл осылай қолтық ойынысын тартып, ішке қарай мына жерден өткіземіз. Мына жақ бетін дәл осылай тартып, ішке қарай өткіземіз. Енді мына бұрыштардың барлығын жақсылап үтіктеп аламыз. Мына жерді ашып, мына жердегі бұрышын шығарып, осылайынан жақсылап үтіктеп аламыз бірінші. Мына жерде 0,1 былай қарай тіктік. Біздің жібіміз бірдей болғаннан кейін онша көрінбей тұр тіккеніміз. Енді мынау ашық тұрған күйде дәл осыны мына жерге айналдыра тігеміз. Мына бұрышты былай қарай айналдыра тігіп, оверлок жасап аламыз. Екінші жақ беттегі қалтаны да дәл солай. Мынау мысалға оң жақ беті болатын болса, мынаны осы оң жақ бетіне қарай қоямыз үстіне. Осыны былай айналдыра тігеміз. Мына бұрыш мына жерге келуі қажет. Осы жерге былай қарай. Сосын кейін барып оверлоктап болғаннан кейін былай қарай қайырып тігетін боламыз. Бізде қазір полный мынау үтіктеп алдық барлығын. Енді алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті біріктіріп қолтық ойынысын тігетін боламыз. Астарды астар жаққа жібереміз, негізгі мата жаққа жібереміз. Ең бастысы мынау қолтық ойынысындағы бүйтіп айнып қалмау керек. Осы аралық екеуі бірдей болу керек. Осы жерге ине қыстырып алып, былай қарай және былай қарай тігеміз. Екінші қолтық ойынысында дәл солай тігеміз. Мына жерде бізде артқы бөлігін қойып қойдық, етек жақ бөлігін сарафанның. Енді соған алдыңғы бөлікті әкеліп біріктіреміз. Мына жерде қалтасы тұр. Қалтаны мына шетіне осылай ине қыстырып аламыз. Өйткені қазір тіккен кезде бір тегіс әдемі болу керек. Мынаны астыңғы жағында дәл тура осы бұрышын шығарамыз да, сол аралықты осылай қойып, оң бетіне қарап көреміз қалай тұрғанын. Үш жері жиырылмай нормально бір тегіс тұру қажет. Енді осы жерге ине қыстырамыз. Енді біз мына аралықты былай тігіп өтуіміз керек. Ол үшін артқы бөлікке әкеліп қоямыз. Мына шетінен әкелеміз. Мына жаққа барлығына ине қыстырып бірдей етеміз. Енді осыны осылай тіккен кезде бір жақ бөлігі сразу өзі бірдей болып келе қалады. Екінші жақ беті мата қатты созылып, былай астына қарай шығып кетеді. Екінші жақ бетін осылай еркін қалдырамыз да, өзінің формасынан еркін қалдырып ине қыстырып шығатын боламыз. А былай жиырып тігетін болсақ, ол кезде жаны бір жағы жиырылып қалады екен. Міне мына жақта юбкаға полный шетіне осылайынан инелерін қыстырып қойдық. Қазір мына жақтан 1 см ара қашықтықта тігіп аламыз и оверлоктаймыз. Мына жақ бетінде дәл солай 1 см ара қашықтықта тігіп оверлок жасайтын боламыз. Бізде қазір мына сарафанымыз
так жаны полный тігіп қойдық. Мына жағына оверлогын жасап қойдық. Енді беліне айналдыра түзу тігіс тігіп шықтық. 5 тік тігіспен тіктік, жуандау болатын. Мына жерге немножко сборка жасаймыз. Немножко ғана, слегка, қатты емес. Өйткені мына матамыздың белі созылып тұр. Біздің жоғарғы жаққа сәйкес келуі қажет. Мына жоғарғы жағын үстімізге киіп көреміз. Егер барлығы идеально болса, ешжеріне тиіспейміз. Ал егер белі кең болып тұратын болса, мына екі жанынан қысқартуға болады, мынау выточкадан қысқартуға болады, сосын мынау артындағы выточкадан қысқартуға болады. Керісінше симай қалып жатса, осы выточкаларды ашып босатуға болады. Так, енді мынаны ашамыз. Астар жақ бетіне тиіспейміз. Тек мынау сыртқы жақ бетін ортасын кішкене сөгіп қойдық, мына жерге тігу үшін. Осы жерден бастаймыз. Біздің тігісіміз мына жерге сәйкес келуі қажет. Артқы жақ мына жерге, мына тігіске сәйкес келуі қажет. Сборканы қатты сборка жасамаймыз мына жердегілерге. Алдыңғы жақ мына аралық мынаның өзіне осылай сәйкес келуі қажет. Міне енді осыларды дәл осылайынан инемен қыстырып тігіп шығамыз. Міне белін полностью мына жерді осылайынан мына шетке дейін инемен қыстырып алдық. Енді осы аралықты 1 см арақашықтықта тігіп аламыз. Мына жерде сәндік үшін беліне тағатын жіңішке белдікшемізді ортасына осындай бір шетіне қалдырамыз. Тікпей қалған шетін барлығын былай айналдыра 1 см арақашықтықта полностью айналдырып тігіп шығамыз. Мына жерде алдыңғы жағына осыны былай тігілуіміз қажет. Мына алдына осыны тігу үшін мына бір шеті осылай жоғары көтеріліп тұрған, осы көтерілген жағы мына жаққа қарай кетеді. Бір тегіс болған жағы мына жақ бетіне кетеді. Етек жағы өз осыған былай тура керек қалады. Енді дәл осыны мына жақ бетке оверлогын жасап алдық бірінші, содан кейін мына жаққа осылай қоямыз да, мына жерді тігіп аламыз. Мына бұрышты. Осы жерге сәйкестендіріп тігіп алғаннан кейін, мына аралыққа тігіп аламыз. Сосын барып ашып, мына жаққа тігетін боламыз. Екінші жағында дәл осы жерін бірінші тігіп алайық. Мынау алдыңғы жағы, етек үлкен, мынау қазіргі тіккеніміз, мынау соңғы, мына жерге тігіп алдық. Бұл алдына мына осылай келіп тұр. Енді дәл осыны мына жерге ашамыз. Мына жаққа былай тігістерін осылай келтіріп инемен қыстырамыз. Бір жаққа қаратуға болады, екі жаққа қаратсаңыздар да болады, разница жоқ. Содан төменге қарай полностью ине қыстырып шығамыз. Бір жақ беті осылай бір тегіс болып шығады. Ештеңкесі өзгермейді. Дәл осылай тігіп шығамыз инемен қыстырып алып. Екінші жақ беті айниды. Мысалы, қараңыздар, бұл көлденең пішілген жағы мына жерде де өз сызық көрініп тұр, біреуі былай көрініп тұр. Мынау көлденең болып түскен жағы. Осы көлденең болып түскен жағы мына осылай кішкене артық болып тұрады. Қыздар, сарафанды тіккен кезде мынандай лен мата алсаңыздар, міндетті түрде жуыңыздар, потому что біз бірінші тігіп қойған едік етегіне, бірақ бізде етегі шуып кетіп тартылды. Сол себепті бірінші жуып алып, сосын қазір үтіктеп, етегін қайтадан тіккелі жатырмыз. Қараңыздар, мына жағы былай көлденеңнен созылатын жағы келіп тұр, мына жақ бізде қанша қаз шуып кеткен. Енді осы жерді сөгіп тастадық, алдыңғы жағын, мына жерді тура осы өз күйі қалай тұр, тура солай қылып мына жақты тігіп шығамыз. Осыған бірдей етіп тартпай, созбай. Сосын бізде мынау орта бір жақ бөлігі тағы да шуыды. Мына жерді етек жағын біз алдында істеп қойған болатынбыз, соны сөгіп тастап қазір қайтадан жасайтын боламыз. Өйткені біреуі ұзын, біреуі қысқа болып қалды шуып кеткеннен кейін. Так, енді осы жұмыстарды қайтадан жасаймыз. Мына екінші алдында дәл осылай тіке қойып, ешқандай тартпай, осылайынан тігіп шығамыз қазір екі жағында. Бірінші. Мына астыңғы жағы, мына қай жерге келді, астыңғы жағынан 2 см қалдырып, мына жерге былай қарай тағы тігіп кетеміз. Так, қыздар, мына жерде біздің мынау белдікшемізді осылай үтіктеп алдық. Мына жерін кейін қолмен тігіп тастаймыз. Мына бір жақ бетіне тура осы шетіне осылайынан тігіп қойдық. Үш бұрышы тура мынау рельефтің бұрышына келді да, мына жерге түйме қыстырдық. Екінші жағында да осыны тіке алып келіп жасап алып жатырмыз. Белімізге өлшеп аламыз. Егер ұзындау болып жатса, қыстыратын болсын десеңіздер, кішкене мындай қысқартып тіге саласыздар ғой. Бізге қазір мына размерден, былай кішкентай болып тұр, белімді кішкене тартып тұрсын деп, мен де тоже кішірейттім. Мына жерге бұрышын тура осылай қойып, мына жерге ортасына түйме тігеміз қазір. Мына жерде кез келген юбканың, көйлектің етегін қайырған кезде осылай астына паутина жабыстырып жіберіп барып үтіктеп алып, бір тегіс етіп, дәл осылай. Сосын тіксеңіздер болады. Сол кезде қараңыздар, паутина жабыстырған кезде етегі мындай бір тегіс болады. Астынан мына жақтан бастырып тіге салған оңай болады. Полный паутина жабыстырып алғаннан кейін осылай екінші тігеміз. Тіккен кезде мына жердегі линияны, дәл осы линияны шетіне алып келеміз. Мысалы, үлкен кіші разница жоқ. Қайсымен бастадық, сонымен біз 2 см-лікпен айналдыра тігіп жатырмыз. Нәтижесінде қараңыздар, мынандай етегі бір тегіс, аккуратно, әдемі біздің көйлегіміздің етегі күшті шығады. Егер видео пайдалы болатын болса, лайк басып өздеріңізге сақтап алыңыздар.
Қараңыздар қыздар, мына жақта етегін полный әдемі етіп осылайынан қайырып алдық. Астыңғы жағын бәрі әдемі. Енді бізде соңғы жұмыс белін қайырамыз, ит түймелерін қадап шығатын боламыз. Белін қайырған кезде мына тұрған астындағыны жоғары қарай қайырамыз. Мына шетке полный оверлок жасап алдық. Дәл осыны мына тігістеріне келтіріп, осылай 1 см төменге түсіріп, инемен қыстырып аламыз. Осылай инемен қыстырып аламыз. Сосын сыртындағы мынау тұрған тігіспен айналдыра былай қарай бастырып тігіп шығамыз. Екінші бір вариантын көрсетем. Қазір мына жер өзі осылай қалады. Осы тігістен бастап мына жерден былай қарай полный бірге қосып тігіп кетіп, осылай қосып тігіп кетіп, бірге оверлок жасап тастасаңыздар тоже болады. Қыздар, қараңыздар, біздің сарафанымыз дайын болды. Алдыңғы жағы осындай двухфлортный түймеленеді. Екі жағында осындай қалтасы бар. Артқы жағының формасы осылай белді қынап тұрады. Обманка белдік осы жерде түймеленетін, осындай етіп жасадық. Лекаларын бір күнге жеңілдікпен аласыздар. Ол үшін мына жердегі менеджер номеріне жазыңыздар.